Достар, бәріңе сәлем. Сіздермен мен Казак Про білетін шығарсыздар. И потом мен сіздерді жақсы көремін. Сондықтан да осы видеоға лайктарыңызды басамыз. Мен мысығым. Сәлем. Бұл жаңа ғана сүт ішіп алды. Бұны түсінген 3 кесе ішті ғой. Өйткені бағанадан бері ойнадым. Мінекей. Оның мына жақта сүт ішеді, ал мына жақта тамақ жейді. Мысалға мантыдан біреуін береміз, и потом тауысып тағы да біреуін береміз. Болды, екеуін ғана береміз. Өзінің қарны ашатын кезде өздері айтады деген ойдамын. Қараңыздар, мысықты кім бөртті десеңіздер, менің кисам туды. Иә же? Бұл әдемі, яғни ол бірінші туған баласы ғой. Иә, достар. Кішкене қараңғы болды. Достар, мен бұны сіздердің задияларыңыз бойынша мен бұны сипалаймын. Бұны мен қатты жақсы көремін, бұл тез жүгіреді. И потом сондықтан мен ұстай алмаймын. Достар, осы мысық үшін лайктарыңызды басамыз, достар. Келесі бөлімде де өзім шығарам деген ойдамын деп айта алмаймын. Бірақ әйтеуір шығарып көремін. Бірақ әрине бұны асырап алып жатсақ, әлі рұқсат берген жоқ бізге. Енді папасы, мамасы жоқ деймін. Достар, мамасы далада. Мен бұны асырап аламыз. Біз сүт ішеткен, ана шеттегі. Қыз көрсетем. Ана шеттегі. Иә. Достар, енді мен жаңа ғана оған телефон көрсеттім. Мысықтарын. Достар, мысықтардың мультфильмі деген нені көріңіздер. Сол жерде мяу деген өлең айтады ғой мысықтар. Соны көрсеттім. Мяу деп жатыр ғой, достар. Бұны жүрекше басып кетеміз. Лайк, подписаться деген кнопканы басамыз. И потом комментарий. Топ. Привет, қалайсың деймін. Достар, мысық үшін лайк басып кетеміз. Пока. Келесі бөлімде сіздерге де мысықты көрсететін боламын.